Әнші, Қазақстанның халық әртісі Бақыт Әшімова 1937 жылы 8 қарашада Алматы облысы Қарасай ауданы Береке ауылында дүниеге келді. 1956 жылы Қызылорда қыздар педагогикалық училищесін, 1963 жылы консерваториясын бітірген. Консерваторияны бітірген жылы Қазақ академиялық опера және балет театрына қабылданады. Бақыт Әшімова осы театрда ұзақ жыл бойы шығармашылық еңбек етіп, көптеген опералардағы меццо-сопранолық рөлдерді нәзік лирикалық иірімдермен байытты. Олар Дүрия, Қамқа, Дана, Жаңқа, Қарлығаш, Люба рөлдерді Әшімова сомдауында мүлде жаңа қырынан ашылды. Ол Нұрсұлу ана рөлдерін сахнада тұңғыш рет орындады. Әшімова өнерінің екінші қыры камералық әншілігі. Ол Нұрмұса Тілендиевтің «Куә бол», «Махаббат мұңы», «Күндер-ай», «Жүрегім менің», «Саржайлау», «Сөнбейді әже шырағым» және Рахмадиевтің «Бала ғашық», «Сағындым», «Еркем», «Күзде» әндерін алғаш рет орындап, қалың жұртшылықтың ықыласына бөленді. Ұмытыла бастаған бірқатар халық әндері Бақыт Әшімова орындауында қайта жаңғырып, қазіргі заманмен үндес өнер туындысына айналды. Сондай-ақ замандас қазақ композиторларының әндерін Бейсен Құрманғалиевтің «Ардағым», Шәмші Қалдаяқовтың «Шынарым», Әсет Бейсеуовтің «Алтыным», Илья Жақановтың «Алматы кешінде» атты әндерін Бақыт Әшімова нәзік нақышпен, терең сезіммен тыңдаушыларға жеткізді. Бақыт Әшімова орындаған әндер бірнеше дүркін жеке күйтабаққа жазылып шықты.